Құнарлы мал азығын әзірлеу. Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында фермерлердің біліктілігін арттыруға арналған семинар өтті. Жиында асыл тұқымды ірі қара өсіретін шаруалар үшін мал азығын құнарлы етіп дайындау әдісі айтылды. Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының басқарма төрағасы Алтынбек Абдуллаевтың сөзінше, мұндай семинарлар облыстағы сүт өнімі өнеркәсібін одан әрі дамытуға мүмкіндік береді. Мал азығын қамдау ең маңызды мәселе. Облыс республика бойынша сүт өндіруден алдыңғы қатарда тұр. Сонымен қатар біздің өңірдің тәжірибесі басқа облыстарда да қолданып жатыр. Облысқа келіп жатқан малдар 20-25 литр сүт береді деп ойлаймыз, бірақ олардың мүмкіншілігі 40 литрге шейін береді сүтті. Сол үшін соған біз азық түлігімізді, малға беретін жем шөбімізді дұрыстап дайындауымыз керек. Солтүстік Қазақстанның өңірлерінде жаңағы мынау көптеген бір фирмалар сондай шөптердің түрлерін бізге ұсынады. Бірақ сол жаңағы жем шөпті біз дұрыстап таңдай білуіміз керек. Сол жем шөпті жаңағы біз бүтіндей бермей, соны өңдеп, сосын кейін барып малға беру керек. Семинарға арнайы шақыртумен Ресейден ғалым Иван Виноградов келді. Ол мал азығын қалай құнарлы етіп дайындау әдіс тәсілдерін түсіндіріп, қатысушыларымен тәжірибе алмасып, тың идеялармен бөлісті. Биыл біз солтүстік өңірдің фермерлері үшін жем-шөп өндіру мәселелері бойынша семинар тренинг өткізіп жатырмыз. Бұл іс-шара бізде бұған дейін де болды. Малдың азығын қалай өсіру керек, қалай дайындау керек, сақтау керек, сол мәселені талқылауға келдік. Іс-шараға облыс аудандарынан 40-қа жуық маман қатысты. Ерсалды шаруа қожалығы негізінен етті бағыттағы ақбас тұқымды сиырларды көбейтумен айналысады. Енді бірте-бірте сүтті бағыттыда қолға алу жоспарда бар дейді шаруа қожалығының басшысы Әскер Қабдрахманов. Опыт работы у нас больше 20 лет. Бұл салада 20 жылдан астам жұмыс тәжірибеміз бар. Біз үнемі дамып, ізденісте жүреміз. Бүгінгі семинар жаңа деңгейге көтерілуге сеп болады деп ойлаймын. Осы алған ақпараттар тәжірибе жүзінде қолданамыз. Қатысушылар жиын барысында көкейдегі сауалдарын қойып, маманның кеңесін алды. Әсем Кенжеболатова, Қуанар Абдрахманов, жаңалықтар қызметі.